Сәлем қыздар, бүгін сіздермен өзім тапсырысқа жасайтын сметанный пирогтың рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен біз тестамызды дайындап алуымыз керек. Миксердің ыдысына жұмыртқамызды, қантымызды және де осылай еріп тұрған майымызды салып, жақсылап миксерлейміз. Егер де сіздерде бұндай миксер болмаса, қолдың миксерімен миксерлесеңіздер де болады. Осы үшеуін тура 5 минут миксерлеуіміз керек, ең жоғарғы жылдамдықта. Міне осылай массамыз аппақ болғанша миксерлеп алдым. Енді венчигін ауыстырамыз. Осындай қамырға арналған лопатасын қойдым. Енді ұнымызға ванилин саламыз және де разрыхителімізді салып, араластырып, одан кейін осы массамыздың үстінен бірден барлығында салып, қамыр жасаймыз. Егер де сіздерде айта кетейін, миксер болмаса, қолмен араластырсаңыздар да болады бұны. Енді осыны қамыр қылып жасап аламыз. Қыздар, осымен қамырымыз дайын. Мен айтуды ұмытып кетіппін. Бұл жерде мен 2 теста дайындадым. Бірінен творожный пирог жасасам, екіншісінен сметанный пирог жасайтын болам. Сондықтан сіздерге астына тек бір қамырдың рецептісін жазып қалдыратын боламын. Енді қамырымызды бір шетке демалдырып қоямыз да, начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге магазиндегі кез келген сметана болады. Сметанамызға қант саламыз, жұмыртқа саламыз және де кукурузный крахмал саламыз. Кукурузный крахмал бұл міндетті, қыздар, ешқандай да картофельный крахмал болмайды. Одан кейін ванилинді салып, жақсылап араластырамыз бір келкі болғанша. Начинкамыз дайын болғаннан кейін форманың ішіне осылай қағазын саламыз. Одан кейін жан-жақтарын бәрін жақсылап майлап шығып, одан кейін тестамызды қолмен жайып шығамыз. Жандарына көтеріп, жайып шығамыз. Одан кейін оның ішін вилкамен жақсылап тесіп, начинкамызды құямыз. Ары қарай видеодағыдай етіп істейсіздер. Қыздар, енді ары қарай пирогымызды қызып тұрған пеште 150 немесе 160 градуста 1 сағат пісіреміз. Ровно 1 сағат пісіп шығу керек. Және де айта кетейін, пештің градусын өздеріңіздің пештеріңізге лайықтап қоясыздар. Міне осымен пирогымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, қыздар, міндетті түрде. Қыздар, мынау сметанный пирог. Өте керемет дәмі. Мына жақтағы творожный пирог. Жерде микс жасалынған. Творожный пирогтың рецептісі алдыңғы видеодан көре аласыздар.